Ассалаумалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен тауықтың аяқтарын, яғни голен деп жатамыз, соны мариновать етіп духовкада пісіретін боламыз. Жақсылап тауықтың аяқтарын жуып, осылай толықтай тесіп шығасыздар. Бұл мариновканың толық сіңуіне үлкен бір себеп болады. Соя тұздығына тұзымызды қосамыз. Тұзды қалауыңызша, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Бірақ мен міндетті түрде құрамына жазып кететін боламын, қанша қосқанымды бәріне. Енді осыған 2 қасық үлкен ас қасықпен майонез қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін үйлеріңізде кез келген дәмдеуіштер бола береді. Енді мен ең бастысы тауықты мариновать етіп пісіріп жатқаннан кейін міндетті түрде мен тауыққа арналған осындай дәмдеуіш қостым. Содан кейін имбирь қостым, чеснок қостым. Менде чеснок свежий болмай қалды. Сол себепті мен сарымсақ деп жатамыз ғой, енді кептірілген түрін қостым, яғни сушеный. Егер үйіңізде свежий болатын болса, соны қосыңыздар. Ол өте ерекше дәм беретін болады. Одан кейін, егер де тауықтарыңыз әдемі қызарып тұрғанын қаласаңыздар, томат пастасынан қосатын боламыз. Үлкен қасықпен 1 қасық қосып жіберсеңіздер болады. Қызыл бұрыш қаласаңыздар қосуларыңызға болады, бірақ мен осылай қара бұрыш қостым. Біздің үйде ащы жемейді, сол себепті мен қара бұрыш қолданадым. Міне өздеріңіз көргендей томат пастасын қостым. Енді тауығымызға осы дайын мариновканы құйып, жақсылап араластырып, пешімізді 180-200 градусқа қыздырып аламыз да 35-40 минут ұстайтын боламыз. Өздеріңіз, яғни пісіп-піспегенін тексеріп тұрасыздар, бетіне міндетті түрде фольга жабыңыздар. Сонда сіздердің тауықтарыңыз андай құп-құрғақ болып қалмайды, сочный, әдемі болып пісетін болады. Тауықтың жанына кез келген гарнир болады. Мен лапшадан гарнир жасадым. Осылай қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Сіздермен бірге болған мен Айжан Айтқалиқызы. Астарыңыз дәмді болсын.